Оқи берсей, нөл ағай, нөл апай ғой, нөл апай. Бойын ұзын екен қызау. Кітап дәптеріңді алып алыңдар қазір, балалар. Қыздар, енді мен бірінші сабақ тәрбие сағатын өтпей қойгенде информатика болыңдар, информатика. Ойбай жая. Балалар, тезде сабақтан апайна өте қиын екен, енді қазақ тілін үйренемін. Оқуды үйреніп отыр ғой. Апай? Негізінен сіз нөл-апайға бір нәрсе үйретесіз бе? Оның аттан жасалмайды. Бұл сіз де оқи алмайтын сияқтысыз. Мен оқи аламын. Достар, сіздерге апайдың қолы көрсетемін. Мына қараңыздар, апайдың қолы қандай нашар. Апай, дәптеріңізді өзіңіз таға қоясыз ба? Мен мұғалім болдым. Қойшы, апай, мұғаліміңіз бар ма? Иә. Бәріміздің мұғаліміміз болмады ма? Мен үлкен кезде мұғалім болған бірінші рет болдым. Бұл тесте жазында балалар қазір қонақ болады, 46 минут болады. Соңғы сөз жаттығу. Қыз кетеш. Не онда сіздер? Солар салыстыр. Әрқайсының ерекшелігін анықта. Апай. Бұл ма? Қазір не сізге көрдім. Қайнасын жерін шығайын, апай бұл несі?
жазасыз ғой, қараңыз. Үй жұмысыны 9-шы есептейсіз да. А тең 5 сантиметр, Б тең 4 сантиметр дейсіз де. П тең белгісіз дейсіз де. Шешуі П тең жақшаша 5 қосылған 4 жақша жабылған көбейту 2 дейсіз. Қайсы? Мына асы. Мына асы сондай әсі. Маған мынандай бар. Қарасай, А тең 5 сантиметр ал. Мынандай шығару керек қой маған. Мынандай қылып шығару керек болды. Тура осындай қылып. Сонда сіз сызасыз ба тік дұрыс? Мына қарасай. Болды. Ұзындығы 5 сантиметр, ені 4 сантиметр тік бұрыш салу керек сізге. Содан кейін оны любой түске бояй саласыз, или боямайсыз. Дейсіз. П тең жақша қосамыз. 5 қосылған 4 қосылған сұрақ жақша жабылған. Апай бетес қосыз. Бұлайдан істейсіз негізінде. Не істеп жатыр? Қазір жазып жатыр. Должен. Бережи сізге берді. Біз қатты. Апай, сізге ағылшын оқушылар. Апай, сізге ойнаймын. Апай, көріп жатқан. Бірінші доктор бір жазып алайық да? Саншы. Қайда?